Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Талдықорған қаласына 80 жыл толуына орай «Жастар жайына жетісудың жүрегі» атты виртуалды кітап көрмесін назарларыңызға ұсынамыз. Талдықорған Қазақстанның оңтүстік шығысында орналасқан қала, Жетісу облысының орталығы. Ең алғаш қазіргі Талдықорған аумағында орналасқан 19 ғасырдың екінші жартысында, яғни 1869 жылы Гавриловка ауылы бой көтерді. Бұл өңірді алғаш рет қоныстанған казактар болды. Кейін Жетісу облысының ұйғаруымен 1920 жылы Гавриловка ауылының атауы ресми түрде Талдықорған ауылы деп өзгертіліп, Қапал уезінің орталығы дәрежесін алады. 1930-1944 жылдар аралығында Талдықорған Қазақ КСР-ның Алматы округі Талдықорған ауданының орталығы болып бекітілді. Ал 1993 жылы қала атауы ресми түрде Талдықорған деп өзгертілді. Қазіргі кезде Талдықорған қаласы 2001 жылдың 22 қыркүйегінен бастап 2022 жылдың маусымына дейін Алматы облысының орталығы болып келді. 2022 жылдың маусымынан жаңадан құрылған Жетісу облысының орталығы. Тұңғиық сұр тұнған қасиетті Талдықорған атты кітап соғыс және еңбек ардагерлері мен жауынгер интернационалистерді 1986 жылғы желтоқсан қозғалысына қатысушыларды, жастарды тарта отырып, әскери-патриоттық іс-шара өткізу, әлеуметтік тапсырыс негізінде және менің қалам шарасы аясында басылып шығарылды. Кітап 2013 жылы жарыққа шыққан. Тарихы терең Талдықорған оқырманға ұсынылып отырған бұл кітап Талдықорған қаласының іргесі қашан қаланғандығы жөнінде тереңде жатқан тарихы жан-жақты кеңінен зерттеліп, нақты құжаттармен дәлелдейтін дәйекті деректер жайлы баяндалып, қала болашағының қандай болатындығы тұрғысында мағлұматтар берілді. Кітап 2012 жылы Дәуір баспасынан жарыққа шықты. Тарихы мен тағдырлас Талдықорған атты кітабы қасиетті Жетісу жерінің тарихы туралы тың деректермен толықтырылған. Кітап 2018 жылы жарыққа шықты. Жер жаннаты Жетісу кітабында саяси-экономикалық және мәдени өмірінің пайда болуы мен даму көне мәдениеттің ордасы, өлкенің тарихы қамтылған. Кітап қазақша, орысша, ағылшын тілінде берілген. Талдықорған сүйікті қалам фото кітабы Талдықорған қаласының көрнекті жерлерінің суреттері мен кішігірім анықтамалар 3 тілде берілген. Кітап 2020 жылы Тау Қайнар баспасынан жарыққа шықты. Әмірғалиева Замзагүлдің «Жетісу өнер ордасы» атты кітапта Жетісу жерінде театр өнерінің қалыптасу тарихы, киелі сахнадағы өнері мен еңбегі мен ел құрметіне бөленген актерлардың, сондай-ақ режиссерлар мен театрдың басқа да қызметкерлерінің өмірі мен шығармашылығы, театр репертуары жайлы кеңінен жазылған. Кітап 2014 жылы Таймас баспасынан жарыққа шықты. Құрметті оқырмандар, Талдықорған Жетісудың еркесінде елітіп, еркелей түсетін ерекше қалалардың бірі. Сондықтан қаламыздың жарқын болашағы біздің қолымызда. Назарларыңызға рахмет.